Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Таңғы аста таңғы жаңалықтарымызбен бөлісеміз. Павлодарда соғыс ардагерлерінің бейнесімен билбордтар орнатылуда. Павлодар облысында жеңістің 75 жылдығына орай ардагерлердің суреттерімен 450-ден астам билборд орнатылады, деп хабарлайды Қазақпарат. Сонымен қатар, екінші дүниежүзілік соғыстың арамызда жүрген 55 ардагер туралы ролик 4 LED экранында көрсетіледі. Павлодарда екінші дүниежүзілік соғыс ардагерлерінің бейнесімен билбордтар орнату 24 сәуірден басталды. Павлодар облыстық ақпарат және қоғамдық даму басқармасының мәліметінше, майдангерлердің портреттері 25 мамырға дейін тұрады. Павлодар облысында алқаптар әуеден дәрленіп жатыр. Павлодарда шыбын-шіркейлерді улау жұмыстары жүріп жатыр. Ертіс қойнауын өңдеуге H2 ұшақтары жұмылдырылды, деп хабарлайды Хабар 24. Олар шамамен 7000 гектар алқапты залалсыздандырады. Авиациялық өңдеу шаралары облыс орталығымен қатар Ертіс өзенінің қос қапталдағы 7 ауданды қамтиды. Бұл мақсатқа қазынадан 600 миллион теңге жуық қаржы бөлініп отыр. Шыбын-шіркейлерді улауға биологиялық препараттар қолданылады. Қоршаған ортаға зияны жоқ. Ғалымдар Ертіс қойнауындағы қансорғыш жәндіктердің тіршілігін зерттеумен ұзақ жылдар бойы айналысып келеді. Алдын ала нұсқаулар дайындалған. Өңдеу жұмыстары ғылыми негізде жүргізіледі. Павлодар облысында COVID-19-дан тағы бір адам жазылып шықты. 1978 жылы туылған әйел адам облыс орталығының тұрғыны, деп хабарлайды Павлодар News KZ. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше, 15 сәуір күні науқасты ЖРВ диагнозымен провизорлы пульмонологиялық госпиталға әкелген. Алынған тест нәтижесі бойынша 16 сәуірде COVID-19 анықталды. Әйел адамның айтуынша шетелге шықпаған. Бұрын коронавирус жұқтырған адамдармен қарым-қатынаста болмаған, дейді баспасөз хатшысы. Алынған екі тесттің теріс нәтиже негізінде науқас госпиталдан шығарылды. 14 күн бойы үй карантинде медициналық бақылауда болады. Бүгінгі күнде Павлодар облысында 12 науқас коронавирус инфекциясынан жазылып шықты. Қазақстанның басым бөліктерінде күн суытады. Ертең түнде елордада ауа температурасы күрт төмендеп, -2 градус суық болады, деп хабарлайды Хабар 24. Бірақ күндіз +18, +20 градус төңірегінде сақталады. Қазгидрометтің хабарлауынша, антициклон әсерінен Қазақстанның басым бөлігінде күн суытады. Республиканың оңтүстігінде жаңбыр жауып, кей жерлерде күн күркіреп, жел соғады. Алматы, Батыс Қазақстан облысының кей бөліктерінде желдің жылдамдығы секундына 15-20 метрге дейін жетеді. Солтүстік Қазақстан облысының кей аудандарында тұман болады. Орталық, шығыс және оңтүстік шығыс өңірлерінде, таулы аудандарда термометр 0 градустан төмен түседі. Осымен біздің таңғы жаңалығымыз өз мәресіне жетті. Келесі күнде кездескенше сау болыңыздар.